Сәлем бердік балалар. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 3-ші сынып 114-ші сабақ. Менің сабағымды көруден алдын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және математика пәндері жүргізіледі. Бүгінгі 114-ші сабақ 47-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Жаңбыр. Жауа берші жау жаңбыр, дала көркін жандандыр. Жауа берші жау жаңбыр, қаула өссін алуан гүл. Жауа берші жау жаңбыр, әрбір тамшың тамған нұр. Әрбір тамшың тамған дән, асып жатсын қамбамнан. Өлеңді не туралы айтылған? Өлең жаңбыр туралы айтылған. Жаңбыр жауған соң жерде хош иіс шығып, ауа тазарады. Жердің шаңы басылып, өсімдік атаулының бәрі суғарылады. Келесі жаттығуымыз 48-ші жаттығу. Сандарды сөзбен жаз. Бізге сан берілген 4, 5, 6, 7, 10, 20, 90, 18, 23, 56, 67 деген. Бұлар қандай сан есімдер? Бұлардың барлығын есептік сан есімдер деп атаймыз. Оларды әріппен жазамыз балалар. Сөзбен сандарды 4, 5, 6, 7, 10, 20, 90, 18, 23, 56, 67 деп осылай сөздермен жазамыз балалар толықтырып. Келесі жаттығуымыз 40-шы жаттығу. 49-шы жаттығу. Нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құра. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Екінші сөйлем. 2-ші қатардың 4-ші партасында отырамын. Ағылшын тілі мен орыс тілінде 1-ші топтамын. 4-шісі дене тәрбиесі сабағында сапта 5-ші болып тұрамын. Неке балалар, нешінші деген сұраққа жауап беріпті? 3-ші, 4-ші, 1-ші, 5-ші және 2-ші деген сөздерде барлығы нешінші деген сұраққа жауап беріп тұр. Осыдан сөйлем құрады. Осылай сөйлем құрасаңыздар болады балалар. Келесі тапсырма бұл 50-ші есеп жаттығу шығармашылық үзіліс. Бос төркөзге тиісті әріптерді қойып, жасырылған сөзді тап. Сол сөз неше әріптен тұрғанын айт дейді. Мінекей болады, төркөзге толтырамыз. Мысалы, гүлде к әрпі, үш бұрышты е әрпі, жасыл домалақта м әрпі, жұлдызда п әрпі сияқты. Содан кемпір қосақ деген сөз шығады екен. Бұлар кемпір қосақты білесіздер, аспанда жаңбыр жауған соң пайда болады. Кемпір қосақ сөзі 11 әріптен тұрады екен. Осылай бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Жоқ, соңғы жаттығу бар екен. Мына жерде 51-ші жаттығу. Ойлан тап. Балықшылар қатар отыр. Қармақтарын салып отыр. Балықшы Әшімхан ұстады 3 сазан. Балықшы Сақтаған ұстады 4 табан. Балықшы Құсайын ұстады қос шайын. Өзеннен қанша балықты ағалар аулап алыпты. Бұл жерде Әшімхан 3, Сақтаған 4, 7 болады. Ал Құсайын қос дейді. Қос деген сөз 2. Барлығы болып 9 балық аулапты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.